Тоқта, братан. Мен алтын масамын, егер мен жіберсең, мен сенің үш тілегіңді орындаймын. Мен алтын балық дегенді білем, бірақ енді мен алтын маса дегенді бірінші ызыңдамай тыңда, үш тілегімді айт, тез уақыт жоқ. Онда мен үйімдегі бүкіл масалардың бәрін өлтіріп тастаймын. Құмаш айналайын, анаң бәрі мен кәдімгі туысқандарым ғой, ана құда жекжатым, ане класстасым. Онда маған үй бер, дәу. Үйің тұр ғой, дәу, шүкіршілік етпейсің ба? Онда бір красавица бір қыз бер, 90-60-90. Ой, атсыз қатының бар емес па, сен не деп отта отсың? Онда мен жұмысқа тұрғыз. Ой, аманат Қазақстандағы 1,5 миллион адамға жұмыс тауып берейін деп отыр, уайымдамашы да жамал күт. Онда маған блокнот бер, сосын болды. Блокнот? Мақұл, орындалсын. О, рахмет. Не істейсің блокнотты? Нұршат, мен қызым боласың ба? Иә, болам. Бірақ бірден айтайын, мен қатты қызғаншақпын. Ой, как раз маған қызғаншақ жігіттер ұнайды ғой. Мағжан, мен де жесем бола ма? Жоқ. Айттым ғой саған қызғаншақпын деп. Өзің сатып алып же. Райондағы братандар. Жақсы братан, өзің қалайсың? Жақсы. Ассалаумағалейкум. Қатты амандастың ғой братан. Қай жылғысыңдар? 2010 ғой. 11. Не жеп жатсыңдар? Смес қой, смес. Молочный. Сухая ғой братан. А че? Мен магазинге кетіп бара жатқанмын ғой. Бізге смес ала саласың ғой, да? Бәрі жақсы ма әйтеуір? Жақсы сұрай салайын. Бере тұрсаң домбыра сенікі ма? Иә братан. Тарта аласыз ба? Тарта аласыз ба? Тартып ала аламын ғой. Жоқ домбыра болды. Құдалық. Құдалық жоқ. Ауызбен айта бер бар. Брата, бір анекдот айтатын бар еді, қарасың да? Мынандай біреу бар, короче. Бәлкісі тырнағын алмай жүре берген ғой. Көген ағып тырнағыңызды алмайсыз десе, енді өз қолыңда өскен екен қимайды екенсің депті. Ачу қызығыңды Мына сәуледе бір немене жұмысы жоқ қатын ба, немене бәле мынау, а? 100 рет звондайды, 100 рет звондайды күніне бар ғой. Амайын десең де қоймайды ғой. Адам деген бір звондады, амады қоя салса болады ғой. Алло, Сәуле, қалайсыңдар? Мен ана ыдысшы болатым. Дауысын естімей қалған ба, Сәуле? Тек звондамайсың ғой, Сәуле, өлі. Қалайсыңдар, үй іштерің аман ба? Мама оценивает наши тату. Бірінші тату 1, 2, 3. Қаншық қолын Екінші татуировка. Мына қаншық неме қаяма деп жазып алған. Бізде тағы бірдей татуировка бар. Қылыш. Ойбай, мына 2 қаншық. Тигр бар. Мына немене хайуанның сүйретін салып алған. О, қаншық қолын черновик қысады. Айза соқма. Айза, сен ба ұрып жүрген мына татуды? Иә. О, қаншық қол. Скорый ма, менің папам талып қалды. Талып қалды дейсіз бе? Қазір линияда қалыңыз, мен сіздің местоположениеңізді анықтап жіберейін. Анықтадым, қазір сізге полицияны, скорый помощь және де пожарныйларын жібердім, күтіңіз. Алло, скорый көмектесіңіздерші, менің әкем талып жатыр. Адрес: Оразақұн 39. Ині қандай ана талып қалған адамның? Инім білмеймін ол кісі. Қан тобы. 3 сияқты вроде. 3 сияқты ма или 3 па? 3, ладно, 3. Қалай талып қалды? Білмеймін ғой, кезем талып жатыр ғой әйтеуір. Не жебеді бүгін? Ана торт жегенбіз ғой. Торт дейсіңдер ма? Біреудің туған күні болды ма не? Я жаңа менің туған күнім болған ғой, 18-ге толғанмын ғой. Үйіңізде ит бар ма сосын? Ит жоқ, оны неғып сұрап жатсыздар? Руыңыз қандай? Кімнің руы? Конечно, талып жатқан адамның. Руымыз Қыпшақ біздің. Рулас екенбіз ғой, менің ағам болып келеді екен ғой, қазір бригаданы жібердім. 3 сағат күтіңдер. 3 сағат? Қызым болды, қоя берші. Нормально болып бара жатыр. Кәне, давай, ұр, давай. Енді мен ұр көрейін. Ай, күшім азай қапты. Мне лавандовый раф на кокосовом молоке можно? Нормальный тамақ жесеші, мә. Это балык, да? Иә, таңертең өзім ауладым. Осыны пісіріп берейін ба саған? Құрт жейсің бә? Әй, көңіл күйің жоқ қой. Мен бүгін вообще ұйқым қанбады, сағат 12-де бірақ тұрдым, шаршаптым бүгін. Менің бүгін ұйқым қанды, таң сағат 5-те тұрдым, жер саудым, алды табынға жібердім, папан трактормен жер жырттық. Әдеттегідей ғой. Массаган. Мынау саған. Бұл не? Саған ауылдан сәлемдеме, ішінде соғым, бауырсақ, кілегей, сүт барлығы бар. Давай. Пока. Қолы болит. Сенің бай досың. Анан, аюды көрдің ба? Соған қадап кеш. Мынандай жеріне қадайсың ғой,
Болды мәке. Дәуре, ана ұстап тұрма. Болды онда. Жақсы. Бич, мына телефонды лақтыра салшы. Құлағым сырт жүрші, кішкене терлеп кетті. Все, кеттік. Алда. Қанша бар әлі тауға не? Бір 150 метр қалса шамамен. Жоқ. Тау тартындашы бері қарай. Көтере алмаймыз ғой. Талағай шақырып па, мына жерге тартындашы бе. Үш қолмен мына жерде отыр. О, мәке. Бич, бит Былай ма? Түсіріп отсайшы. Арман алдамайды. Самға башып келем сағын. Мына футболканы киіп жүргеніне ше 4-ші жыл болчы. Қалай мен бұндай адамға жазғы көйлек әпер деп айтам, айтшы. Қалай айтам мен мынаған, қараш мынан үстіне киіп алғанына. Нанның өзін соңғы рет жеп атқандай жейді ғой. Қарасай бұралақтап сабатқанын аузына. Ойпырмай, прям ше соңғы рет жеп атқан сияқты ғой. Анан қараш жеп атқан түріне түйіліп қалсайшы, қарасайшы, түйіліп қашы соны, Ойбай! Өлі қал. Ақырын жесейші. Не болды? Ай, істеме. Жеп болшы, тезірек айналайын, дастархан жинайын. Так, сразу где бұл? Жасың қаншада? 25-те өзің? 25-те? Жұмыс істейсің ба? Иә, дос 250 мың ал. Мен де салонда істеймін, администратор болып тоже 250 мыңдай. Тамақ істей білесің ба? Тамақ істеу жартылай. Ничего, нормально, мама істеуге болады. Да? Нормально онда. Нема? Кредиттерің бар ма? Недавно жауып тастадым. Өзіңде? Бар, бірақ андай сүйкімді кредиттер тауға үшін жауып тастаймын. Болды онда. Ішесің ба, шегесің ба? Иногда, редко. Болды онда, в принципе, болады. Мен бір ойынды көрейінші. Үйренгенсің ба? Жоқ, сен? Жоқ. Болды онда, все. Қашан қоясың сәтшеді? Давай, среда ғой, сағат 3-ке. Среда ма? Болды онда, жақсы. Капшатта ғой, жолығамыз онда. Все, давай. Атадан айдасың онда. Біз теледидардамыз. Қазір шығады. Таңғы 8-де тұрып, 7-де тұрып тосып отырмыз. Именно бізді қиттаса. Сағат тоға десін. Біз Өскемен қаласынамыз. Катонларға екінші Швейцария. Мама, привет, мен телевизордамын. Я бізде шырайлар сондай. Сен дейтін тұр болмайы? Қош келдіңіздер, сәттілік тілейміз. Жұмыстарыңызға сәттілік. Ой, рахмет көп. Хорошо, біз теледидардамыз деп өздерінің. Мамаларға трусы бар ма? Мама, қойшы. Не болып қойсын? Қомаш базардың ортасында ұятқа өзім аламын. Сен жалғыз сен ба не трусы кетме жерде бәрі кетме трусиді. Мама, қоя қойшы. Сенбейсің ба шешіп бара? Қойшы, мама. Қыздар бар ма трусиді? Балалар, Қабанбай батыр 1962 жылы туылды апай. Жарық көрді, дұрыс айтасың, Қаншама соғыстарға қатысқан Қабанбай батыр жоңғарларға ренжіді, өшпенді болды, Бала кезінен бастап елі үшін, жері үшін Қабанбай батыр жұмыс жасады. Бейнет чекті балалар, бейнет чекті. Сөйтіп балалар 1770 жылы Қабанбай батыр өлді ғой апай, өлді ғой. Бақиға аттанды. Мен мектепте алтын белгі бітіріп 5 диплом алдым. Бопты. Мама, ояш, мен контрстракта бәрін алып тастағасың ғой. Ұлым менің молодец, менің мақтанышым. Мама, неге сіз маған қарағанда ұлыңызды қаттырақ жақсы көресіз? Қайдағын айтпа, екеулеріңді бірдей жақсы көрем. Точно ма? Әй, таңғы 4 болып, тұрсаш болып жұмысте. Ұлым, тұра ғой, түскі сағат 1 болды, саған завтра постель алып келдім. Жалындаш. Ой, ұйықтай ғой, жаным, ұйықтай ғой. Әй, не жатыз? Үй деген шашылып жатыр, жина бол тез. Мама, арманда жатыр ғой, әне. Ол сен қыз, бар да оның да комнатасын жина. Бар, кет бар. Мама, не істеп жатсыз? 18-ге толдың, өз күніңді өзің көр. Мама, мен қайда барам? Мама, ұлыңыздың жасы 40-қа келді, неге соны қуып жермейсіз? Тиіспе ұлыма, ол әлі кішкентай. Қалай барады? Менсіз өмір сүре алмайды. Жаным, Алла мен.
Майрап. Ақырын жеген болса, ақырын. Кім басым ауырып жатыр деген жаңа? Айдостың машинасының артында қара сумкам бар, ішінде аналген, темпалген, кетанов барлығы бар. Мен тауға дәрі алып келмесем бәрін қырылып қалады дегенсіңдер ғой, барып ішіп алыңдар. Қайсысың бостың да біреудің тамақтың астына қарай тұрыңдаршы. Сен қайда кеттің? Ана айдана волейбол ойнап жатып, аяғын қайырып алып ше, қалаға скорыймен тез апарып алып келем ше. Біреуін қарай тұрыңдаршы, өтініш. Или астын өшіріп кете салайыншы, сендерге вообще сенім жоқ. Болды, жылама, бәрі нормально. Қайсысың Айсұлуға қорқынышты әңгіме айтып берген? Естерің дұрыс па, бұның жүрегі ауырады ғой. Өліп қалса не істейсіңдер? Ойнап айттық қой мен. Ойнап айттық қой дейді ғой. Судырғы бар бұның, ойнамаңдар бұны. Болды, жылама, болды. Балдар, спиртной алмаймыз деп келістік қой, не енді мынау? Қойшы, ешкім ішіп атқан жоқ қой, мынайын. Ешкім ішіп, Макс қоясыз, осы жерден қоясыз, перегарың есінен демаламай қалатырық қой. Айданаға бір, самат. Болды, барындар шарғада. Бір хабарландыру айта салайыншы бәріңе ше. Гитараны подругам папасынан әрең сұрап алдым да, қазір тартып, таласып, сындырып қоймаңдар ше. Алдын домбырасын сындырып қойғам, итак, тарталасын ба ше. Тарталам ғой? Кән? Все, болды. Гитараны Абзал ғана ұстайды, Абзал тартады. Ешқайсың алмаңдаршы басқа. Жеттер, бір нәрсе айта салайыншы. Жоғар жаққа шығып кетпеңдерші, тау жаққа. Қыздар жүр, осы жақта жүре беріңдерші. Немене, бізді шырақта тауға қарай. Жоқ, осы жерде кішкене тұр, 5-10 минуттан кейін түседі қыздардың барлығы. Хорошо? Макс! Қыздар жүр деймін, қыздар жүр. Неге түсінбей кеттің? Түсеміз қазір тезес. Алло. ЕЦП-нің паролі қандай? Қақсып отырып ше, жаман кеше 70 мың зачек алғам ғой, бір күнде бітіріп тастағыз ғой. Қоймашы, бір күнде бітіре алмайсың ғой? Бітіре алам. Мен деген бірінші класстан бастап шегіп жүрген жоқпын ба? Кеше ғой сендердің бастағандарың. Перегардың еш шығып тұрмай қалды. Иә, ешкімге айтып қоймаңдар, менен шығып отқан ғой. Кеше балалармен қымыз ішкенбіз ғой, ұялмай кішкене не қылып қалдым да ше. Қымыз ішесің ба сен? Иә, мен де қымыз ішемін, тула салып ішкем ғой. Мен де үйдегілермен бәріміз ешқандай жасырмай іше береміз да. Мен кеше балалармен ішкем ғой, олар мас болып дарлап қуып кетті короче. Мен сияқты көтере алмайды ғой. Мен постоянно ішем, не қылғаннан кейін иммунитет бар да менде ше. Болды, бүгін сендер көшесіңдер. Үйбай, біз қайда көшеміз? Біздің хозяинымыз басқа телефон алып жатыр. Жоқ, біз ешқайда көшкіміз келмейді. 5 жыл менде тұрдыңдар. Қазір перенос данық істеп жатыр новый телефонға. Енді барған жерлеріңе тастай батып судай сіңдер енді. 5 жыл сендерді өсірдім, ешқайсыларын ренжітпедім. Давайте. Ема! iPhone 17 Pro Max. iPhone! 1 терабайт, еще 3 камерасы бар, ойнашы. Наконец-то качественный видеолар түсіретін болдық. Мен спокойно сатып кеттіңдер ма сонда? Android жапшы аузыңды. Біз iPhone-ның приложенияларымыз, если что. Соң езері иттак жаман қатып түбет етіп жүргенсің. Сушке құдықтарына түкірмеңдір. Хозяинымыз наконец-то iPhone алды ғой. Ондай стордың бары қандай күшті 100% оригиналда сатылатын. Сөйттіңдер я, бір күні қайтадан келді сендер кіргізбей мұқтың ба? Ой, қойшы, ешкім iPhone-нан кейін Android-қа оралмайды. Кетіндер бар. Надоелос iPhone-дар. Мамама киім іздеп едім ғой. Не кәмпит жегін ба? Ала берсем болады да. Тегін ғой айтып точно? Ала берсем бола ма? Ятың үсті нормально ғой. Тағы бар ма еще? Я просто түсінесіз өйде жетіп алайын. Кәмпит жақсы көреміз да өзіміз қатты сонда. Біздің мама сарғыш цветтердің алды. Сарғыш керек маған. Тағы бар ма еді? Қолыма тіке сала берші қолым. Қаншада сары көйлектің бағасы? 24 мың доллар. Қанша? Қымбат екен де, жалпы ана басқа магазиннен арзанда көрдім. Жақсы, рахмет. Баты бір айналып келерім қазір. Алейкум ассалам. Сен кафешкада істемейсің ба? Істеймін, ол жақта администратормын ғой. Официант керек емес па? Керек, жастар нешеде? 15-16-тамыз. Болады. Біз как раз 3 ай каникулға шықтық, бізге жұмыс керек еді, сол Да, болады, 3 ай істеуге. Условия қандай? Условия бізде жақсы, былай 10 мың оклад и отчека 4% қой.
сонда күніне қанша сонда? күніне балдар жақсы шығарып жатыр, 25 мың теңге шығарып жатыр ғой. 25 нормально шығарып жатыр деймін ғой. Нормально ғой сендерге, школьниксіңдер тем более. Қарашы мысалы, осылай істейтін болсақ, айына сонда 150 ақ мың теңге болсын да. 3 айда 2 миллионға ой түсіріп тастан іштегі 2 миллион құлдықтай келген ғой сен. Барай бер, бұл керек емес сен. Қош істемейсіңдер ма? Жоқ, таста. Ассалаумағалейкум брат. Уағалейкум ассалам. Иә, ол жақтың администратормын ғой. Сен керек па сізге? Альбом керек қой брат. Қазір сезон жазы ғой, тойлар көп. Былай, в принципе, вызывной ғана керек бізге. Нормально істейміз. Жанып тұрған. Сендер школьник емессіңдер ма? Біз 3 ай каникул. Каникул біз істей аламыз, шыға аламыз. Жарайды десе болады. Условия қандай жұмыстың условиясы? Условия таңғы 7-тен түнгі 1-2 келсең ғой, иногда былай таңғы 4 келсең қаласыңдар. Нормально, развозка бар ғой? Жоқ, развозка жоқ. Нормально өзіміз қайталамыз, үй жақын. Жұмысқа өтеді. Күніне 20-30 банкет болады, тұрып тұру керек. Отырғандар көрсе 2 мың теңге штраф. Тұрып тұру керек, шыдаймыз енді. Ал по форме қалай? Белый верх, черный низ ғой. Табуға болады. Оклад қанша ақшасы? Оклад күніне 3 мың теңге. 3 мың теңге. Неме стажировка қанша уақыт өтеді стажировка бар ма? Стажировка бір апта ғой. Бір апта өтсеміз, біз қазір кірсірсік бар ма неге? Бірінші форма орнына келсеңдерші. Егер сіздің жігітіңіз жоқ болса, чат GPT бар робот жігітке тапсырыс беріңіз. Вау, менде как раз жігіт жоқ қой, осыны заказ бермесем? Сәлем, мен GPT жігітпін. Есімің кім болады? Сәлем, менің есімім Айжан, танысқаныма қуаныштымын. Мен шынайы жігіттерден шаршап кеттім. Сен идеальный жігіт сияқтысың ғой, ә? Өте керемет таңдау. Бұл сенің даналығың мен көрегенділігінің көрсеткіші. Мен саған тәнті болып тұрмын, Айжан. Қаласаң менің шын жігіттерден артықшылығым жайлы Excel таблица немесе PDF файл дайындап берейін. Керек па? Жоқ, керек жоқ. Бүгін дала ерекше тұман болып тұр, ә? Жарайсың, Айжан, сен дәл байқадың. Ауа бүгін тұманды болып тұр. Тұман дегеніміз жердің беткі қыртысындағы ылғалдылық пен температураны. Болды, керек емес. Бар ғой, бір қызықты бірдеңе әзіл ме айтасың ба? Жақсы, Айжан, мен саған күлкілі 3 әзіл дайындадым. Бірінші әзіл. Неге самолеттар пробкада тұрмайды? Себебі олар аспанда ұшады. Дым күлкілі емес. Мен ішім пысып кетті. Егер сен ішің пысса, мен саған көңілді ойындар, көңілді әңгімелер. Так, стоп. Болмайды екен. Маған обычный жігіт керек екен. Болды, мен саған отмена жасаймын. Бар заводыңа қайтшы, е? Пока. Сәлем достар, мен бүгін сіздермен үйді қалай тонайтынымды бөлсем деп шештім. Бұл менің осы аптадағы 3-ші квартирам. Бұл жерде мен есікті өзім методмен ашып жатырмын. Бұл методпен тек қана мен ашам достар. Оны кейінгі видеода бөлсетін болам. Үйді тонау үшін ең біріншіден үйде хозяин болмайтын 100% нақты болу керек. Және де үйге кіргеннен кейін бағалы заттарды тез арада жинауға тырысамын. Сөйтіп заттарды алып ештеңе ойламай шығып бара жатқан кезде есікте соңғы үлгідегі обзор 365 компаниясының умный дверной глазогын көріп қаламын. Сол жерде менің түрім көрінетінін біліп, қайтадан заттарды орнына қоя бастадым. Егер де видео ұнаса, достар, лайк басып, комментарий тастап кетіңіздер. Әлі де видеолармен бөлісетін боламын. Көп рахмет. Маған ғана керек қой бұл үй. Маған ғана керек, мен ғана жинайым. Басқасын бәрі квартиранттар бұлар. Мен құлғып жалдап қойған, осы үйдің тегін құлымын да мен. Басқалар жата беріңдер, керек емес болды, жата бер. Өзім жинап, осы өлетін шаң қартайғанда. Бүгін свидание күшті болды, е? Керемет болды. Давай мен такси шақырайын. Мен как раз сен маған түсіп тұр екенсің. Жүр апарып тастайын. Сен машинаң бар ма? Сен таксовать етіп жүрсің ба? Иә, жай для души. Кеттік. Кеттік. Сен сондай жақты екенсің. Еще сондай спокойный қызсың бар ғой. Ей, мал, көзіңе қарамайсың ба? Главныйда кетіп бар жатырым ғой, еп! Не? Баразам шығасың ба? Түр шық. Ей, көзіңе қарамайсың бе, не деген адамсың? Мен главныйдан ода кетіп бар жатырым ғой. Ал, шық ал, сечкаға. Шық ал. Енді көзіңе қарап жүресің. Кеттік па? Просто осыналар жаман нервға тиіп кетеді ше. Мен апартыста шаман есен. Ama bundan alışım öyle kıştaki kadın diye bunu yap kalçı mı? Namayt mı? Nimni beli canına kesip ıslagan ba. Tuğulup başını çıkaradım da dastarhan betin. Namayt baskası. Oy yeri bunu adamımız kaldı acımı dizaynerski eкен. Haydağı dizaynerski kızım. Haydağı dizaynerski. Ben көріп жүрмін ғой Күлзипаның үйіне кеше ғана барып, ешқандай мынандай нәрсе жоқ, позор деді. Елде жоқ нәрсені айта бермеші қызым, өтініш. Ой, ере мынаны алыңыз, күшті ғой мынау енді. Не мынау? Не мынау? Керек емес болды. Сен де араласа бермеші. Қаншық не алып, сен мен жанымда отырып, әрдемені приқат ете берме.
міне әдемі көріп аласың. Қазір қойшы бір сұмдық қой да, мама. Болды, осыны аламыз. мына. Ооба. Жол патрульдік полиция мамыр. Апай? Таныспыз ба? Апай, мен танымадыңыз ғой, мен Мамырбаевпын ғой, сіздің оқушыңыз ғой, сіз маған математикадан бердіңіз ғой. Мамырбаев? Молодец, полиция болып кеткенсің бе? Білгем сенен бірдеңе шығатын. Қоймыш жаппайсыз, сіз наоборот маған адам болмайсың деп айттыңыз ғой. Сен адам шықпайды, бомж боласың бір жерде деп айттыңыз емес пе? Сіз маған есіңізде жоқ па? Өткенді еске алып қайтеміз. Не үшін тоқтаттың мені? Ей, жарайды. Құжаттарыңызды бола ма? Құжат? Қас. Ойбай, үйде ұмыт кеттім. Қызық болды. Мен осы сәтті өмір бойы күттім ғой. Қазір айтам, дайынсыз ба? 1, 2, 3. Онда басыңызды ұмыт кетпейсіз ба? Анекдот бұл ешкім көрген жоқ па? Мама, алып келдім. Мынаны неге 300 теңгеге сатып алғансың? Кеше ғана 290 теңгеге алып келдім ғой мен. Қайғатын магазинде тұрған, жүрші. Баласын тұр ғой сені. Жүрші кет. Не істеп жатсың да? Мама, тоқылат кірмейсіз ба? Біз не істеп жатқанымыз қайдан білесіз? Ойбай, енді өз үйінде жүрейін енді, сендерден рұқсат сұрап тоқылдатып. Бә, сені әпкелін 12-ке дейін ұйықтайды деймін. Төсектерін жұмсақ қой сендердің. Мә, тұзын аямай салыпсың ғой? Жоқ, мен дұрыстап салғам. Осы бір тегі. Үй жинамасаң жинама, тамақты қатшап дұрыстап істесең болады ғой. Осы сен мамаң неге маған тисе береді? Ол жаман болсын деп айтпайды ғой, біз жақсы көргендіктен тиіседі ғой. Келін нешеде тұру керек? Келін ләжі болса алтта тұру керек. Біздің дәрет суымызды дайындап, шай тамағымызды беру керек. Ал онда тұрса ше? Онда қандай адам жатады? 10-ға дейін. Онда өлген адам жатады 10-ға дейін. Қашанға дейін бірге тұрамыз? Пожалуйста, бөлек шығайықшы. Все, қазір айтам мамаға бөлек шығамыз деп. Мама, біз сізге бір маңызды нәрсе айту керекпіз. Я балам, не айтайын деп едім? Не болды, мама? Кезінде сені туам деп балам эпидуралка салдырып, сол әлгеге дейін мен мазамды алады ғой. Оның үстіне сені 40 градус аязда көшеде мектепке апарам деп тайғанақтап, құлап, аяғым шығармаған молда масалап жүр балам. Көрмегенді көрдім ғой балам, бірақ Құдайға шүкір сендер барсыңдар ғой, менімен бірге тұрып атқан. Я балам, айта бер, не дейін деп едің? Жай, мама, киноңызды көре беріңіз. Жақсы балам, аға. Чай қоя сал деші. Чай түсте бар. Кешіріңіз. Біздің балаға күліп айттың ғой. Жота біздің келін болатын сияқты. Мама, папа, не істеп жүрсіздер? Несі, жап аузыңды. Біздің ұлымыз сияқты жақсы жігіт таппайсың. Өте жақсы жігіт, пенсионқысы жүріп тұр. Міне қараш, қанша дипломым бар. Еще 2-ші класста жігіт сыныптан 1-ші орын алған. Еще қанша медальдары бар, қара. Спортсмен, просто кішкене торымыз әйтсе жақсы жігіт. Пазор қылмаңыздаршы, мама, папа. Жапшы аузына, сен 45-ке келіп үйленбеген пазор емес пе? Біздің үйге келін болсашы, өкінбейсің, өте жақсы отбасымыз. Жағдайымыз да жақсы, ауылда малымыз өте көп. Қызым, бізге келін боласың ба? Келін сіздерге? Мә, қойыңыздаршы, келіспейді бәрібір. Я келісем, как раз отырып қалған едім. Я деді. Бүкіл ауылды шақырғасыңдар ма? Я деді. Күйеу бала қайда? Ой, кең ауыз қашып кетті ау тағы да. Қорықпаңыздар, өзім ақ оны тауып алам. Асүйбек, сен мені жақсы көресің ба? Әрине. Менің туған күнім жақындады. Сен оған не айтып бересің? Ештеңе. Я, не алып берейін? Бәрін айтып бер. Я.